Мынау да қоқыс. Балам, арбаңның дөңгелегі сынса, немесе атың тасырқаса, бұлай ғой. Керек емес әке. Түсіндім, апам қателескен екен. Мен өнер тапқыш емеспін. Сені тыңдауым керек еді ғой. Жарайды. Балықшылар жауын жауса, арнайы киім киеді. Әке, балықшылардың сөзін түсінбеймін ғой. Не? Киім бе? Тұр, Стив. Әлемді құтқаруымыз керек. Өшіретін кодты тереміз. Ойлап табам. Жасаймын. Аралаймын. Жабыстырамын. Қыздырамын. Істеп шығам. Көмектесемін. Тексерем. Ұшатын көлік екі. Енді қанаттары бар. Осындай сұмдық түс көргім. Басыма макарон жабысып қалды. Қаштық. Тезірек. Құтқарыңдар. Мектепке бармаймыз. Екі топта бір-біріне берсер емес. Есеп 0-0. Қашыңдар. 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 Қанеки, тыңдаңыздар. Кешірім сұрайым. Әсіресе сенен, Сэм. Менің бір жоспарым бар. Мына жерде код жазылған. Дауылдың ортасына кірем де, сол арқылы құрылғыға барып, кодты енгізем де, оны тоқтатам. Ал сіздер аралдағыларды басқа жаққа көшіре беріңіздер. Бәріне мына Флинт кінәлі. Ұстаңдар оны. Ұстаңдар. Біран осылай итере берейік. Сосын өзі шығады. Бұл жайтқа біздің де кінәміз бар. Өз ұлымнан айырылып қала жаздадым ғой. Менің де Флинтке сендер сияқты зығырданым қайнап тұр. Ол көлігінен шыққан кезде туған әкесі танымайтындай етіп сабаймын. Флинт Локвуд біз тапсырыс берген тамақтарды жамаумен ғана айналысты. Енді соның есебін беру керек. Дәл солай. Рахмет, Эрл. Кешір. Ештең етпес. Қайық дайындайық. Мен сенімен барам. Ана дауылдың арасынан өту оңай істеп педің? Жақсы. Жолың болсын, балам. Сорпаның ішінде жүргендейміз. Мәне, құрылғыны қос. Флинт, құрылғының жанында өте қуатты дауыл бар. Ол дәл бір... Ол... Домалақ еттің ішінде жүргендейміз. Солай ма?